الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نبي بعد. Assalamu alaikum qadırmende telekörermender. Bugünkü İmam Minberi atты taqırıpta жалпы Qadыр түні, тағдыр түні деген тақырып аясында сөз қозғаймыз. Жалпы Рамазан айының соңғы 10 күндігі бұл ерекше бір күндер. Бұл айда білесіздер, Рамазанның соңғы 10 күндігінде ең Рамазанның бұл айтқан кезде финалы деп айтсақ болады. Бүкіл жақсылықтардың есігі мың айға тең келетін қасиетті тағдыр түні, адамзаттың бір жылдық тағдыры белгіленетін, адам баласына барша ризық несібеміздің жазылатын, бір жылдың ішінде жалпы адамзатқа берілетін барша нығметтер туралы мына Раббымыз баяндаған бір қасиетті түн бар. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Расында біз Құранды Қадыр түнінде түсірдік. Дей келе Алла Субхану Тағала Уама адрака ма лейлатул қадр. Ей пайғамбарым, Қадыр түнінің не екендігін сен білесің бе деп Алла Тағала пайғамбарымызға және бір сұрақ қою арқылы аяттың жалғасы осылайша басталады. Лейлатул қадри хайрум мин альфи шахр. Расында Қадыр түні 1000 айдан да хайырлы дейді Алла Субхану Тағала. Таназзалул малаикату вар руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Барша періштелерді басқарып, Рухул Амин деген атқа еге болған Жәбірәйіл періште бастаған барша періштелер Раббының әмірін жеткізу үшін жер бетіне түсетіндігін Раббымыз Құран кәрімде біздерге баяндады. Саламун хия хатта матлаил фажр. Ақиқатында бұл кеш, бейбітшілік кеші таң рауандағанға дейін жалғасады деді. Жалпы осы аяттан ұғатынымыз, жалпы бұл Құран кәрімнің өзі пайғамбарымызға осы алғашқы аяттары жалпы адамзаттың лаухил махфуз дейді. Адамзат жаратылмастан бұрын біздің тағдырымыз жазылған бір тақтайша дейміз, тағдыр кітабы дейміз. Сол лаухил махфуздан біз көріп тұрған мына дүние аспаны Байтул Айза дейді, яғни қасиет бір мекенге, яғни Байтул Айзаға Құран кәрім осы қасиет Қадыр түні бір түнде Раббымыздың әміріменен осы Байтул Айзаға, яғни мекенге түсірілгендігі баяндалады. Осы Байтул Айза деген қасиетті бір орыннан пайғамбарымызға 23 жыл аралығында әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты, тарихи оқиғаларға байланысты пайғамбарымызға аят-аят болып түскендігі осы біз аяттан ұғамыз. Мына Раббымыз қасиет Құран кәрімде біз расында Құранды Қадыр түні түсірдік деді. Яғни Қадыр түні білесіздер, бұл енді Рамазанның соңғы 10 күндігінде. Яғни соңғы 10 күндігінде жасырылғандығы. Сол соңғы 10 күннің өзінде де, мысалы пайғамбарымыздан сахабалар сұраған кезінде, сол Рамазанның соңғы 10 күндігінің тақ күндерінде күтіңіздер, тақ күндерінде іздеңіздер деген пайғамбарымыздан хадистер келеді. Жалпы осы біз Қадыр түнінде білесіздер, бұл Қадыр түнінің не екендігін білесің бе деп жаңа аятқа қайтатын болсақ, пайғамбарымызға Алла Субхану Тағала соншалықты бұл Қадыр түнінің бір қадір қасиетін баяндай келе 1000 айдан да хайырлы деп келді. Яғни 1000 ай дегеніміз, қазір қарасаңыз, бір адамның тұтастай өмірі 83 жыл. 83 жыл 4 айға тең келеді екен, ғалымдарымыз есептеген кезде 83 жыл 4 айға тең келетін сондай бір керемет кешімізді Раббымыз бізге осы пайғамбарымыздың үмметтарына берген бір Алла Тағаланың сыйы. Яғни қарасаңыз, кімде-кім сол Қадыр түнін иманменен, ықыласпенен, құлшылықпенен, ғибадатпенен сол түнді өткізетін болса, сол түнді Раббымыз адам баласына мына 83 жыл 4 айдың сауабын беретіндігін
Құдай Тағала біздерге Құранда біздерге не қылды? Осылайша ашық түрде баяндады. Яғни 83 жыл 4 ай дегеніміз бір адамның, үлкен бір қарияның Алла Тағала еш нәрсеге ортақ қоспай, күнә жасамай, құлшылықпен, ғибадатпен өткізген адамның бүкіл қарасаң өмірін Алла Тағала біздерге осы бір түнде, яғни Раббым біздерге неғып жатыр, біздерге сондай беріліп жатыр. Және бұл түннің бір қадір қасиеті, білесіздер, жалпы аяттың жалғасында айтқандай, бүкіл періштелерді басқарып, Жәбірайыл Рухул Амин періштенің өзі жер бетіне түсер екен. Білесіздер, жалпы тарихқа қарасақ, пайғамбарымыз Жәбірайыл періштені жалпы өз бейнесінде 4 мәрте көргендігі баяндалады тарихта. Ал енді Жәбірайыл періште өте алып періште. Пайғамбарымыз айтады, Жәбірайыл періштенің 600 қанаты бар деген хадистерде келеді. 600 қанаты бар. Егер бір қанатын ашатын болса, аспан мен жердің ортасына соншалықты жауып қалатындай үлкен бір алып періште. Сол Жәбірайыл періштенің өзі дейді, бүкіл жер бетінде жаңағы сол қадір түні бүкіл періштелерді басқарып жер бетіне түседі екен. Соншалықты ол түнді дейді, ғалымдарымыз баяндайды, жер бетіндегі ұсақ тастардан да дейді періштелердің саны өте көп болады екен. Ұсақ тастардың бәрінен де періштелердің саны өте көп болады. Не себепті? Адам баласының бір жылдық біздің тағдырымызды жазатын түн екен ағайындар. Жалпы біздің бір жылдық тағдырымыз, адам баласының бір жылдық ризық несібеміз, сол бір жылда аспаннан қанша жаңбыр жауатындығы. Абдулла ибн Аббас деген сахаба айтады, жалпы сол қадір түнде дейді адам баласының бір жылдық ризық несібесі белгілі болады. Аспаннан қанша жаңбыр жауатындығы белгілі болады. Және сол жылы қанша адамның дүниеге келетіндігі, һәм сол жылы қанша адамның дүниеден озатындығы осы қадір түнінде белгіленеді екен. Яғни сол себепті бұны ғалымдарымыз бұл тағдыр түні деп айтқан екен, тағдыр. Сол сияқты міне біз осы нәрседен махрұм қалмауымыз үшін біз барынша не істеуіміз керек? Осы түнді, яғни таң бозарғанға дейін бұл түннің рахметі жаңағы жалғасатындығын міне Алла Тағала Құран кәрімде баяндады, яғни Қадір сүресінде, яғни таң рауанданға дейін жалғасады екен бұл бейбітшілік түні. Сол себепті біз барынша осы түнді біз құлшылықпен өткізуіміз керек. Тарихтағы үлкен тұлғаларымыз бар. Мысалы атап айтсақ, Суфиян Саури деген табииндер айтқан сөз бар екен. Жалпы бұл қадір түні дейді, мен үшін намаз оқығаннан дұға жасаған мен үшін сүйкімдірек деген екен. Суфиян Саури деген ғалымымыз. Яғни мен үшін бұл түнді не деген екен? Яғни құлшылық ибадаттан гөрі дұға жасауым. Себебі біз бұл түнде Алла Тағала біздің дұға тілегімізді бос қайтармайды екен. Адам баласы барынша сол бұл түнді құлшылықпен, ғибадатпен өткізетін болса, Құран оқумен өткізетін болса, барынша әлбетте Алла Тағаланың барша дүние ақыретіне пайдалы нәрселермен өткізетін болса, Алла Субхана Тағала осы түннің не берекесін сол адамға нәсіп болатын болса, үлкен бір нығмет екен. Біз адам баласы, білесіздер, тарихта қарасақ, бұл енді пайғамбарымыздың замандарында, пайғамбарымыз сахабаларында айтады, бір хадисте келеді, Бани Исраил қауымында бір адамның 1000 ай, яғни қолынан қылыш түспей жаулармен соғысқандығы баяндалады екен. Сонда пайғамбарымыздың сахабалары, я Алланың елшісі, я Расулулла, ақыр заман үмметіміз біздің оған шамамыз келмейді. Себебі біздің өмір жасымыз өте қысқа. Ал енді сол Бани Исраил қауымындағы әлгі адамның жасаған амалына сахабалар қызғанышпен, қызығушылығын білдірген кезде Раббымызға, әлбетте бұл Мұхаммед пайғамбарымыздың үмметіне, яғни үмметі Мұхаммадқа Алла Тағала берген бір сый екен. Яғни сол кімдегім иман менен, ықыласпен сол қадір түнін бір түн құлшылықпен өткізетін болса, Алла Тағала бізге сол 83 жыл 4 айдың сауабын бір мезетте беретіндігін міне Раббымыз Құран кәрімде бізге баяндағыды. Сол себепті бұл енді бұл жаңағы пайғамбарымыз Айша анамыздан келген хадис келеді. Айша анамыз айтқан екен пайғамбарымыздан, я Расулулла, я Алланың елшісі, мен егер сол қадір түніне дөп кеп қалсам, соған тура кеп қалсам мен дұға тілегім, мен қай дұғаны айтайын деп Айша анамыз сұраған кезде пайғамбарымыз Айша анамызға, ей Айша, айт деген екен мына дұғаны: Аллахумма иннака афуун каримун тухиббул афуа фаъфу анни. Ей Раббым, сен аса кешірімдісің, сен кешіргенді жақсы көресің, және мені кешір деген дұғаны пайғамбарымыз осы Айша анамызға осы дұғаны айтуды өсиет қылған екен. Сол себепті барынша біз, ей жаратқан ием, сен аса кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешір деген дұғаны пайғамбарымыз Айша анамызға осы дұғаны айтуды мақұлдаған екен. Біз де осы дұғаны барынша айтуымыз керек екен. Және пайғамбарымыздың көп айтқан дұғасы: Аллахумма роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Ей жаратқан ием Алла, сен
бізге дүниенің һәм жақсылығын бер, ақыреттің һәм жақсылығын бер, және бізді тозақ отынан қорға деп, және бір хадистерде пайғамбарымыз осы дұғаны көп айтуға бізге өсиет еткендігі баяндалады. Сол себепті барынша міне осы біз қадір түнін, тағдыр түнін, адамзаттың тағдыр белгіленетін түнді барынша біз естуіміз керек, яғни құлшылықпен, ғибадатпен өткізуіміз керек. Ей мұсылман адам, ей мұсылман бауырым, егер дейді саған дейді осы түн сен ұйықтамай өткізетін болсаң, саған үй берем десе, біз қандай қабылдар едік? Мысалы, саған осы түнде сен бір түнді ұйықтамасаң, саған үй беріледі десе, біз ол түнді ұйықтамас едік. Ал енді Раббымыз бізге сондай бір нығметті өсиет етіп отыр. Егерде 1000 айға тең келетін, яғни қарасаңыз бізге дұға жасайтын, біздің 1 жылдық ризық несібеміз жазылатын, 83 жыл 4 айға тең келетін сауапты Раббымыз бізге беретін бір түнді қарасаңыз, біз бостан бос өткізетін болсақ, ұйқымен өткізетін болсақ, құлшылықсыз өткізетін болсақ, онда үлкен өкінішті екен. Көп міне қарасаңыз, ел арасында осы қадір түні, бұл енді Қадыр ата аралайды деген түсінік бар, қалыптасып қалған. Қадыр ата аралайды екен, сол себеп сол күні біз дастархан жайып қоюымыз керек деген сияқты түсінік қалыптасқан еді бір замандары, бір уақыттары. Ал енді біз әлбетте бұл түсініктен ауысуымыз керек, себебі ешқандай бұл жерде Қадыр ата ешқандай араламайды. Бұл түн қадір түні, яғни қадір кешесі. Жа айтқанда бүкіл періштелер жер бетіне түсетіндігі. Және бұл түнді пайғамбарымыз жалпы сипаттаған екен. Яғни қадір түні өте бір тұнық болатындығы, аспанның тұнық болатындығы, ашық болатындығы аспанның. Және бұл түні сондай бір керемет, ауа райы өте суықта болмайды. Және ауа райы аса жылы да болмайды, суықта жылы да болмайды. Өте бір ауа райының да бір керемет болатындығын. Және ол күні жұлдыздар өте ашық болып тұратындығы. Ешқандай басқа уақытта мысалы жұлдыздар Құран кәрімде аятта келеді, біз жұлдыздарды аспандарды безеу үшін және жын шайтандарды ату үшін белгіленген болса, ал енді сол қадір түн дейді Құдай Тағаланың бір әміріменен жұлдыз ақпайды екен, жұлдыздар еш уақыт ақпайды екен. Яғни былай айтқан кезде ұсақ жұлдыздарымыз ақпайды. Яғни өте бір аспан ашық болатындығы. Және таңертең мысалы күннің өзі толған айдай шашырамай шығатындығы баяндалады тарихта жалпы. Бұл да не? Қадір түннің болған бір несі. Сол себеп бейленді басқа уақытта және сол күнмен бірге шайтандардың мүйізі шықпайтындығы, яғни шайтанның мүйізі сол екі күннің ортасынан шығатын болатын болса, басқа күндері қадір түннің қадір қасиетінің арқасында күннің өзі сол толған айдай, яғни 15-ші толған айдай ешқандай шашырамай шығатындығын неғылған пайғамбарымыз өзінің хадистерінде баяндады. Сол жалпы енді биыл біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мына жалпы осы пайғамбарымыз мұны жалпы Рамазан айының соңғы 10 күндігінде күтіңіздер деген хадистер келеді пайғамбарымыздың. Себебіне бұл түннің қадір қасиеті өте ерекше. Пайғамбарымыздың өзі сол Рамазанның соңғы 10 күндігінде ерекше құлшылық жасаған еді. Және көп мешіттерде, пайғамбарымыз мешіттерінде сахабаларына сол қадір түннің соңғы 10 күндігін иктикаф жасаушы еді. Иктикаф дейді, яғни мешітте құлшылық жасаушы еді. Пайғамбар ислам өзінің хадистерінде және пайғамбар ислам өзінің отбасын сол Рамазанның соңғы 10 күндігінде оятушы еді дейді, хадистерде оятушы еді. Себебі сол қадір түннің 1000 айға тең келетін сауаптан құр қалмау үшін пайғамбарымыз өзінің жалпы өзінің отбасын оятатын болса, біз де шамамыз келгенше әрбір отбасы біз жауаптымыз. Пайғамбарымыз хадисте айтады, әрбірлеріңіз жауаптысыздар дейді, әрбір отағасы, әрбір отбасы мысалы сол бала шағамыз сол қадір түнінің сауаптарынан мақұрым қалмау үшін сол Рамазанның соңғы 10 күндігінде барынша не істеуіміз керек, құлшылықпен өткізуіміз керек екен. Сол себепті қазір жалпы біздің көп тарих ғалымдарымыздың пікірінше қадір түнінің көп белгілері Рамазан айының соңғы 10 күннің 26-сынан 27-сіне қараған кешінде көп байқалған екен бұл сипаттар. Сол себепті биыл біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бекітіп берген календарында 11 маусымнан 12 маусымға ауысқан түн жалпы қадір түні деп белгіленіп жатыр. Бірақ жалпы біз оған тек қана осы нәрсеге тоқтамауымыз керек. Жалпы Рамазан айының соңғы 10 күндігін барынша біз сол 10 күннің тақ күндерін барынша сол құлшылықпенен, ғибадатпен өткізетін болсақ, иншалла сол 1000 айға тең келетін сауапты алады екенбіз. Алла Тағала әлбетте баршамызға осы Рамазан айының соңғы 10 күндігін барынша ықыласпен, иманмен, ихласпенен өткізуді Алла нәсіп етсін. Сол түні жалпы бір-бірімізге хайыр дұға жасауымыз керек. Сол түні адам баласы, науқас адамдарымыз денсаулық сұрау керек, иман сұрау керек, тәубеге келуіміз керек. Барынша елімізге, жұртымызға, барша мұсылман әлеміне
барша Құдай Тааланың жақсылықтарын сұрасақ, иншалла артық етпейді. Алла Тағала сол баршамызға сол қадір түнінің, Рамазанның соңғы 10 күндігінің қадір түнінің сауаптарын Алла Тағала алуды баршамызға нәсіп етсін. Дұға тілектеріміз иншалла қабыл болсын. Алла Тағала елімізге, жұртымызға амандық берсін. Рамазан айында ұстап жатқан оразаларымыз, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allah